Өлкөге келгенде үлкен кісілер айтады, Құлмұхаммедтің баласы ақын деп естиміз. 25 жаста мынау ғой. Тораттың тайы кез, Жеңісқұлдың қызы кез. Айып болмаса әкесінің орнына келді, бауырларын көрді. Бір өлеңін тыңдасақ керек деп сөйтті. Сондағы күршімдері жиналған айтқан өлеңі мынау еді. Көтерейін әлі. Аусын жоғары емес пе? Өмірбектен жоғары. Көргенімде күршімдегі жүрегім аттай тулап дүрсілдеді. Шашылған екендегі туыстар-ай, бәрінде сағындырып жүрсін мені. Жылқыдай жарау тартып жер көксеген, қалды ма жан әкемнің құр сүлдері. Осылай өткен ойлап ағайындар, қайраттың айып болмас күрсінгені. Мен неге өткен іске өкінемін, тәңірден бақтан басқа не тіледім. Сағымның сары уызы болмаса да, арманның ақ сүтімен жетілемін. Аруағы жан әкемнің сезер мекен, артыңнан іздеп келді жетімегі. Сөзімді баршаңызға арнап өтем, ағайын бұл сөзімде барма бөтен. Сіздерден жасыратын еш сырым жоқ, әкеден 9 айда қалған екен. Көруге бірнеше жыл кешігіппін, осыны өкінішпен арман етем. Хабарсыз болған едім мақал жайымнан, сіздерге тұнығынан арнайын ән. Қайтемін өткенді айтып жылай берем, искейін бауырлардың маңдайынан деп айтып едім.